Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманында бір кісі мешітке кіріп келеді. Кешігіп қалады намазда. Намазда кешігіп қалады, саптың аяғынан кіреді, сап бер жақта тұр, ар жақта адам жоқ, содан бері қарай жүріп келеді ғой анау намазда. Руку қылады, сәжде қылады, жүріп келе жатыр да, жаңағыдай. Сөйтіп намазға қосылады жұрттарға. Пайғамбарымыздың бір қасиеті бар еді, артында тұрған адамдарды көретін. Намаз оқып болған соң айтады: бауырлар, намазға келгенде жүгірмеңіздер дейді. Түсіндіңіздер ма? Яғни азан айтылғанда жүгірген бауырларға айтатын: намазға келгенде жүгірмеңіздер дейді. Бәлки бай салтылықпенен жеткеніңізше жүріп келіңіз дейді. Сөйтіп жеткен жеріңізден намаз оқыңыз. Жете алмасаңыз өзіңіз оқисыз. Жеткен жеріңізден намаз оқыңыз деп айтады. Бірақ екінші былай істеме деп ана кісіге тоқтатады. Яғни оқыған намазың дұрыс